Қазіргі таңда көптеген жастар діни білімді алу үшін шетелге баруға асығады. Осыған бір қызығушылық өте көп. Ал енді осы жердегі шетелдегі марказда оқудың қандай қауіпті және де кері қара тұстары бар. Ең бірінші, ол жерде кейбір марказдарда дәстүрлі исламға қайшы ілімдер үйретілуі мүмкін. Ал енді дәстүрлі исламға қайшы ілімдер үйретілген екен, ол жерде жалған діни білім беру болады. Ол жерде классикалық ислам ғылымдарын емес, тек өздерінің идеологиясын насихаттайды. Ол біріншіден. Екіншіден, білім жүйесі зайырлы қоғаммен үйлеспейді, мемлекетті мойындамауға үгіттейді. Қазақстанның жастарына әсері қандай болмақ шетелде оқығанның? Шетелге оқуға кеткен кейбір жастар қайтқанда қоғамға қарсы көзқараста болады. Ал енді сол жастар радикалданса, отбасы, қоғам және мемлекетті мойындамайтын деңгейге жетуі мүмкін. Ал енді осы деструктивті марказдар өздеріне шәкірттерді қалай тартады? Ең бірінші, әлеуметтік желі арқылы үгіттеу. Шынайы исламды мына бізден үйрен деген шақыруларды алға тартады. Екінші, тегін оқу, стипендиялар уәде етеді. Үшінші, ол псевдошейхтардың ықпалы. Өздерін шын ислам ғалымдары деп таныстырып, дәстүрлі дінді жоққа шығарады. Ал енді осы орайда жастар не істеу керек? Егер де сіз қандай да бір діни білім алғыңыз келсе, Қазақстандағы арнайы оқу орындарына жүгінген жөн. Екінші, күмәнді ұйымдарға алданып қалмау үшін сіз ғылыми негіздегі дінді ұстануыңыз қажет болады. Ал үшіншіден, әлеуметтік желідегі белгісіз шейхтар мен уағыздардан абай болуыңыз қажет. Жастарды діни радикализмнен қорғау ол әрқайсымыздың міндетіміз. Дін тыныштық пен тәртіптің кепілі. Саналы таңдау сенің ертең.